Мүшел жас деген не? Білесің бе? Қазақ халқы адамның жасын жай санмен есептемеген. Олар өмірді мүшел деп аталатын ерекше кезеңдерге бөлген. Бұл кезеңдер адам тағдырын өзгертуі мүмкін деп сенген. Әр 12 жыл сайын өмір жаңа сынақ пен жаңа мүмкіндік әкеледі. Қазақ дүниетанымында алғашқы мүшел 13 жас. Одан кейін 25, 37, 49, 61, 73, 85 және 97 жас жалғасады. Әр мүшел адамның рухани өсу баспалдағы. 13 жас алғашқы мүшел. Бұл балалық шақтан ер жетудің белгісі. Бұрын қазақ баласы осы жаста атқа мінуді, мал бағуды, ел ісіне араласуды үйренген. 13 жаста балалардан шаруашылық пен әскери дағдыларды меңгеру күтілген. 25 жас жігіттік мүшел. Қазақ дәстүрінде бұл шаңырақ көтеру, отбасын құру, өз орныңды табу кезеңі. Бұл кезеңде адам дербес өмір бастайды деп есептелген. 37 жас өмірдің ойлану кезеңі. Қазақтар бұл уақытта адам ақыл тоқтатып, өмірін қайта бағалайды деп сенген. Ғалымдар бұл кезеңді өмірлік дағдарыс кезеңі деп сипаттайды. 49 жас ел ағасы болатын кезең. Қазақтар бұл жаста адамды тәжірибелі, ақылшы тұлға ретінде құрметтеген. Бұл жас даналық пен қоғамдағы бедел кезеңі ретінде қабылданған. 61 жастан кейін қазақтар адамды қарттыққа аяқ басты деп санаған. 73 жас аталық жас, ұрпақ тәрбиесі маңызды болған. Бұл кезеңдер аталық және ұрпақ тәрбиесімен байланысты. 85 пен 97 жас кәрілік мүшел. Қазақтар мұндай адамдарды даналықтың символы деп құрметтеген. Бұл кезең кәрілік мүшел деп аталған. 13 жас ер жетудің басталуы қазақ түсінігі. 13-те отау иесі бұл алғашқы мүшел. Балалықтан жауапкершілікке өту кезеңі. Ол балалар атқа мінуді, ел қорғауды үйренген қыз балалар үй шаруасына, отбасы тәрбиесіне баулынған. 25 жас жігіттік мүшел. Қазақ түсінігі. Жігіттік кемел шағы ақыл тоқтату кезеңі. Отбасы құру, қоғамда өз орнын табу, ер азамат үшін ел тірегі болу, әйел адам үшін шаңырақ ұйытқысы болу. 37 жас ақыл тоқтату мүшелі. Қазақ түсінігі. Ойлану және өмірді бағалау кезеңі. Өмірлік тәжірибе жинақталады, адам өзін қайта саралайды, отбасы мен ұрпақ тәрбиесіне мән береді. 49 жас ел ағасы мүшелі. Қазақ түсінігі. Даналыққа бет бұру, қоғамда бедел артады, ақыл айтатын, жол көрсететін, жас ұрпақ тәрбиесіне жетекшілік ету. 61 жас қариялықтың басталуы. Қазақ түсінігі. Ақыл мен сабыр кезеңі. Өмір тәжірибесі шыңдалады, білім тәрбиесіне араласу, жастарға бақыт беру. 73 жас аталық жас. Қазақ түсінігі. Ұрпаққа өнеге қалдыру кезеңі. Рухани ұстаз болу, әулеттің ақылшысы болу, батасын беру дәстүрі күшейеді. 73 жас аталық жас деп аталған. Қазақ қоғамында бұл жастағы адамдар әулеттің тірегі саналған. 85 жас даналық мүшелі. Қазақ түсінігі. Өмір даналығының шыңы, адам өмірлік тәжірибенің символы. Қариялар кеңесі ұрпаққа рухани мұра қалдыру. 85 жасқа жеткен адам қазақ арасында ерекше құрметке ие болған. Олар даналықтың белгісі саналған. 97 жас ғұмыр мүшелі. Қазақ түсінігі. Өмір шежіресі, өмір жолының толық айналымы, әулет тарихын жеткізуші, ұрпаққа аманат қалдыру. 97 жас қазақ түсінігінде ғұмыр мүшелі. Мұндай жасқа жеткен адамдарды халық тірі шежіре деп құрметтеген. Мүшелден естеген, садақа берген, жаңа киім киген, ескі заттарын таратқан, дұға жасаған, той немесе ас берген. Мүшел жай жас емес. Бұл өмірдің рухани картасы. Әр мүшел жаңа өмір баспалдағы. Видео ұнаса, лүпіл басып, пікір қалдырып, қолдап кетіңіз. Мен шабыттанамын.